жігіттер, ағайлардың бәрін көріп жатсыздар ма? Үйде әке-шешелерін көріп жатыр ма? Ағайлардың картоп жарып жатыр ма? Өздерінің мненияларын қалай енді? Алып қоясыз қалай? Алып қоясыз. Жоқ, ұйықтатқан, алып қойған, это ясное дело ғой енді, иншалла, Құдай қаласа, Алла берсем. Бір Аллам қалауымен, ну, жігіттер, тут тоже, көрдіңдер ма? Чересчур өзіңді үйтіп 100% үйтіп уверен болмау керек та, бұл бокс. А бокста білесіңдер, любой исход, любой каждый удар, это может оказаться последним. Шальной удар. Так что бәрі құлаған, величайший, великий боксерлар құлаған. Так что всегда бәріне дайын болу керек. А дайын болу үшін не істеу керек? Пахать ету керек. Жалпы жігіттер, жалпы мынау жаңағы Ануар ағалардың жайлы ойларын қалай өздері? Не білесің? Хайпажор ғой? Хайпажор ғой? Хайпажор? Вот балам, енді қараңдар енді. Ануар ағайлардың енді жасы 40-қа келген ғой енді. Қаншама деген үлкенді сыйлау керек. Бірақ үлкенді біз қалай сыйлаймыз? Жасаған істерлігіне сыйлаймыз, иә? Но егер де оның істерлігі 10 жасар баладан да төмен болса, 10 жасар бала істемейтін нәрсені істеп, 10 жасар бала сөйлемейтін нәрсені сөйлеп жүрсе, ол қандай адам болады? Ондай адам қандай сыйластық болады? Ешқандай. Ешқандай, да? Ол көрді, Ануар, ты прекращай, давай, занимайся, дорогой мой, дұрыс нәрсемен, здравый нәрсемен айналысшы. Мына балалар, қаншасың бала? 13. Қаншасың? 13, 15, 14 жасар оқушы балаларым айтып жатыр да, кішкентай балалар саған деген құрмет сыйластар қандай. Сыйлайсыңдар ма ағайларыңды? Жоқ, мен емес. Мені сыйлайсыңдар ма? Мен емес. Ануар ағайларды сыйлайсыңдар ма енді? Жоқ. Кім, может, аналарында бар шығар енді, уже ма? Біреуіне ұнайды. 20-30, может, бір өз бір ашық жақ айтып отыр. Мен ашық айтамын, бәрін бүйтем, сөйтем, мен мынандай, мен этапажник, мен неден трэш-ток алып келдім, бір өле, мен трэш-тогым мықты дейді. Ана трэш-ток деген жағы сөйлеп нем отыр ғой енді. Барсana ағаларында, кімге ұнайды? Көтерілдеші, Ануар ағалар меншіп қалды қазір. Маған айтып қойыңдаршы, мәз болып қалсын. Өзіміздің тренердің басқа ешкім признавать етпейміз. Ай, красавчик, балам! Молодец, балам, красавчик. Не дедің, қайталашы. Өзіміздің тренерден басқасын ешқайсысын менсінбейміз ғой. Красавчик, балам. Молодец, балам. Жақсы айттың, это ол маған құрмет, это маған үлкен сыйластық. Арыстандар мен қараңдар. Келесі сұрақ. Жалпы поведение мынау, тағы да. Поведение, Ануар ағайдың жасап жатқаны, істеп жатқан істерлігі. Қалай өздері ойынша, вообще конкретно? Выскочка. Выскочка. Бәріне секіреді. Бәріне секіреді? Ол кеше Инстаграм аккаунтын қараған бәріне ерегесіп секіріп жүр. Вообще Ануар ағайларды сендер білуші ме едіңдер? Білмейтін болды ма араларында? Кім білмей жүр? Мен білмейтін танымадым ма ше? Ешқайсысын білмейсіңдер ма? Ана жақта подписчиктер кеше менімен хайпалат етіп бастаудың алдында қанша болды подписчигі? 50 мыңдай. 50 мың, қазір 60 мыңнан асып кетті. Мұхит ағайдың арқасында 10 мыңнан астам подписчик оқырман жинап апты. Конечно, енді, ешкім білмейтіндер ма? Мұхит ағайлардың арқаларында біле бастадыңдар ма? Ануар, жаным айшын, Ануар, ты, білесің ба, ты мне теперь должен бабки конкретно. Сен мен арқамда әйгілі боласың. Мен арқамда сен абыройын өсіп, Қазақстан жастар сені танып жатыр екен. Солай ма? Че, прям ешкім білмейтіндер ма? Еще қалай кеше енді ағайларына ау деп хайпават етіп жатыр, содан бастап көре бастадыңдар ма Инстаграмын? Базар жоқ, ол хайпават еткен оған бар ғой, на пользу пошло жігіттермен сендерге айтайын. Кәдімгідей 10 мыңнан астам, бір-екі күнде кәдімгідей оқырман 10 мыңнан астам кәдімгідей воиндар жинап алыпты ғой. Кезінде кезінде бар ғой ата бабамыздың кезінде Шыңғыс ханның кезінде Шыңғыс хан 10 мың армиямен кәдімгідей бар ғой, бір мемлекетті басып алатын. Кәдімгідей сондай бір елді, бір жерді басып алатындай 10 мың оқырман әскер жинап алыпты ғой. Білгенде саған бізді шақырып едім. Соны білгенде. Давай келесі жолы, давай сен тастасашы маған. Сен де подписчик жинап алыпсың. Сол, білген жоқ. Білген кезде бір отырып алып тұрмышсың. Деп сайдай емесеші. Жігіттер. Бірақ не болса да бар ғой, нанды намысқа сатуға болмайды жігіттер. Әр нәрсенің құны бар. Сатылатын нәрсе бар бұл өмірде жігіттер, сатылмайтын нәрсе бар. Біз ондай істілікпен, біз ондай абыройды да, ондай атақты да бізге бір тиынға қажетіміз дұрыс па? Біз абырой атақты, біз еңбекпен жетістікті, біз еңбекпен жетеміз. Біз маңдай термен, шыдамдылықпен, біз қанымызды ағызып,
адал жолмен табамыз. Дұрыс па менге? Иә. Так что жігіттер, мынау сендердің айтып отқан сөздерің бәріне үлкен не? Айтып ашқандарына үлкен рахмет. Мынау ішкі дүниелеріңді мен сендерге сұрақ қойып жатырмын да. Вообще көрдіңдер ма? Көрдіңдер ма? Көп елдер, көп жастар, Ануар, сен ренжіме, сені жастар, видишь, жастар сені сыйлайтындай, ел халық сені сыйлайтындай, сен істілік жасау керексің. Саған ақыл емес, просто мен өз ойымды айтып жатырмын. Өз ойын адам айту ол құқылы, дұрыс па? Так что өз ойым, егер де сен осы көп нәрсені дұрыс, мысалы ММА-ға шығып жатсың, боксқа шығып жатсың, ол мысалы қазір оқырман жинап жатыр. Я не удивлюсь, ертең оның оқырманы 100 мыңнан асып кетсе де мен таңғалмаймын. Ол өйткені оның мақсаты сол. Оқырман жинау, подписчик жинау. Ол ештеңе істемейді ол. Ол ағайларың сияқты азаннан кешке дейін залда жүрмейді, азаннан кешке дейін жұмыс жасамайды, ана жақта мына жақта тірліктері жоқ ағайларың сияқты. Сендердің сияқты жұмыс жасаймын, ол жұмыс жасамайды. Оның жұмысы қандай? Так что мен ойлаймын да, енді қаншама дегенмен ол енді ММА-ға шығып жүр, қаншама нашар өте жаңағы енді былайша айтқанда деңгейі төмен спортшы болса да, бірақ ол соның арқасында хайповать етіп, спортшы деген аты бар, дұрыс па? Бокс ашып жүріп, жаңағы не дейді анау, ММА-ға шығып кетеді. Қазір оқырманы бар, адамдар қарайды. Мен өзім ойлаймын да, ол да сол, көрген, үйренген жетістігін жаңағы бір бокс мектеп ашып па, бір бокс школа ашып па, соны дұрыс жағынан осылай бапкер ретінде балаларға дұрыс жағынан насихаттатса, мен ойлаймын, сендер сияқты жігіттердің барлықтарының ойы өзгереді деп. Дұрыс па менге? Уже сыйлай бастайсың. Ол Ануар ағамыз красавчик екен деп айта бастайсың. Дұрыстар ма? Сондықтан Ануар ағаларға не айтасыңдар? Ұялмаңдар, айта беріңдер. Только наличные не переходите. Можете пожелать ему что-то. Жақсы нәрсе айтсаңдар болады. Ағаларым қаншама дегенде 40 жастағы. Давай, Димаш, сен чувствуйсың ғой. Хайповать ете бермей. Давай, Қолына жүр. айт балам. Ештеңе дей алмайсыз ғой. Айт балам. Көп сөз, бок сөз. Ай, красавчик балам. Давай, балам. Ему удачи, сізге победу. Ай, молодец, балам. Да сен демей тұрын, на месте жаттап алды, красавчик балам. Тигр, давай. Аман болыңыздар, қазақ. Ай, красавчик балам. Аман болайық, Ануар, давай, сәттілік. Давай, саған айтайын, трешток, анау-мынау чересчур қуып кетпе, шайып кетпе. Самое главное, наличный не переходи. Бәрін на здравым, дұрыс, бәрінен жақсы жағынан жасаш. А так, сәттілік бауырым, давай, тренировка жаса. Скоро сенде жекпе-жек Мұхит ағаймен. Давай.